Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Камшат. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін денсаулыққа зиянды тағамдар туралы айтатын боламын. Бүгінгі таңда дүкен сөрелерінен пайдалы тағамдарды кездестіру қиын. Керісінше адам денсаулығына зиянды тағамдар күн санап көбейіп келеді. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға ең қауіпті 5 тағамды ұсынатын боламын. Бірінші, джем. Дүкен жемдері өте зиянды. Өйткені оның құрамында жеміс-жидектерді білінбеген қалпында сақтайтын антиқышқылдар бар. Сонымен қатар бояғыш заттар да көп қосылады. Екінші, попкорн. Жүгерінің адам денсаулығына зияны жоқ. Алайда оны дайындау барысында май, тұз, қант, дәмдеуіш, бояғыш пен хош иіс беруші заттар қолданылады. Попкорнға қосылатын тұздың мөлшері қытырлақтарға қарағанда әлдеқайда көп. Үшінші, пісірілген шұжық. Пісірілген шұжық, қысқа шұжық, езілген еттен жасалған шұжыққа паштет секілді тағамдарға 40% шошқаның еті қосылады. Сондықтан сіздерге бұл тағамды жеуді ұсынбаймын. Төртінші, картофельді фри. Картофельді фридің құрамында майлы заттар көптеп кездеседі. Ал ол тез семіртіп, қант диабеті, қатерлі ісік секілді ауруларға әкеліп соқтыртатын болады. Бесінші, ұзақ сақталған сүт өнімдері. 2 аптадан артық тұрған сүт өнімдерін тұтынбаңыз, өйткені олар сіздің ағзаңызға кері әсерін тигізеді. Бұл тағамдарды ас мәзіріңізден алып тастаңыз, сонда ғана денсаулығыңыздың жақсарғанына көзіңіз жететін болады. Достар, сіздерге осы ақпарат пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызық видеолар болады. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.